Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін біз оқушылардың сабақта пәнге қызығушылығын арттыру мен танымдық белсенділігін арттыру мақсатында пайдаланылатын құралдардың бірі квест ойынын құрастыру мүмкіншіліктерімен танысатын боламыз. Квест ойыны кез келген адам үшін қызықты, оқушылар үшін ғана емес, тіпті ересек адамдар үшін де қызықты. Жасырынған заттардың ішінен сұрақтарды тауып, дұрыс жауаптарды тауып, одан кейін құпия сөзді тауып арқылы есікті ашу, бұл кез келген адамды қызықтырады. Сондықтан да осы квест ойыны сабақта өте оқушыларға қызығушылығын арттыруда пайдаланатын пәрменді құралдардың бірі болып табылады. Осы құралды жасау үшін біз Learnis деп аталатын сайтты пайдаланамыз. Сайтқа сілтеме видеоның астында берілген. Енді сайтқа стандартты тіркелуден өткеннен кейін сіздерге осындай сайттың басты беті ашылады. Енді осының мүмкіншіліктерімен танысып өтейік. Ең алдымен тарифтер бөлігіне өтетін болсақ, сайт сізге 3 түрлі тариф ұсынылады. Онда тегін тариф бар, және де 2 ақылы тариф түрлері бар. Олардың әрқайсысының қандай мүмкіншіліктері бар екендігі төменде өлде көрсетілген. Қайсының қандай мүмкіншілігі бар екендігін өздеріңіз танысып шығуларыңызға болады. Бұл жаңағы мүмкін болатын квест комнаталардың аттарынан бастап, сандарынан бастап басталады да, әртүрлі осындай мүмкіншіліктер қарастырылады. Келесі контакты байланыстар деген бөлімде осы сайттың мамандары көрсетілген. Бұл мамандардың әрқайсының қандай сізге қызмет көрсете алатындығы, қандай көмек көрсете алатындығы, және де оған қалай хабарласуға болатындығы, электронды поштасы көрсетілген. Әрқайсысы әртүрлі мүмкіншіліктерді көрсетеді, сізге көмек көрсете алады. Осы арқылы оларға электронды поштасына хат жазу арқылы хабарласып отыруларыңызға болады. Келесі қалай пайдалануға болады деген бөлікте сізге видео нұсқаулық берілген. Осы білім беруші квесттерді қалай құрастыруға болатындығы туралы. Сондай-ақ видеоның астында сайтқа тіркелуден бастап барлық кезеңдер толықтай көрсетілген. Профиль деп аталынатын бөлімге кірсеңіз, өзіңіздің профиліңіз ашылады, жеке кабинетіңіз. Міне осы жеке кабинетте сіздің квест комнаталарыңыз жасаған, викториналарыңыз, термин сөздер және интербелсенді бейне жазбаларыңыз барлығы осында сақталып тұрады. Енді өнімдер деген бөлікке өтетін болсақ, мұнда 4 түрлі сізге мүмкіндік беріледі. Біріншісі веб-квесттер жасау, екіншісі зияткерлік ойын викторина құрастыру, үшінші терминологиялық ойын маған түсіндіріп бер деген бұл жаңағы терминдерді түсіндірумен байланысты, және интербелсенді бейне жазба дегенде сіздің жаңағы бейне жазбаңызды көрсетіп, сол бейне жазба арқылы сұрақтар әзірлеуіңізге болады. Міне ең негізгі мүмкіншіліктері сайттың осындай. Енді біз квест комнатадан бастаймыз. Мұнда әртүрлі комнаталар берілген, өздеріңіз көріп отырғандай, комнаталардың саны бірнешеу. Олардың ішінде сары белгімен белгіленгендері бар, жасыл белгімен белгіленгендері, қызыл белгімен белгіленгендері бар. Бұлар жаңағы тарифтерге байланысты. Жасыл белгі ол тегін тарифте жұмыс істейтін квест бөлмелер. Бұнда сіз тегін осыларды пайдалана аласыз. Сары және қызыл бөліктер олар ақылы болып табылады. Оларды тек қана жаңағы ақылы белгілі көрсеткен 2 ақылы тарифті пайдаланатын адамдар қолдана алады. Енді біз кез келген бір тегін бөлмені алып, бұл бөлмеде квест жасап көрелік. Алдымен атауын енгізесіздер. Атауын мәдениет деп жазып салайық.
Бұнда тағы да бір белгі, өздеріңіз көріп отырғандай, бұнда не картиналар жүктеуге болады, одан кейін аудио жазба ғана жүктеуге болады. Ол үшін сіз өз тапсырмаларыңызда PowerPoint бағдарламасында мынандай тапсырмалар жасап ала аласыз. Одан кейін оны JPEG немесе PNG форматында сақтауымыз керек. Міндетті түрде оны әртүрлі сақтауға болады. Жаңағы файл деп форматты таңдап алуға болады, немесе түрлі скриншоттарды жасаушы құралдарды пайдаланып, олар арқылы жасауға болады. Міне мен скриншот жасаушы құралдарды пайдаланып, барлық жаңағы өзімнің осы слайдтарымды PNG форматында көшіріп дайындап қойдым. Енді осы картиналарды жүктей бастаймыз. Ол үшін картинаны бассақ, шығады 4+, осы 4+ті басқан кезде жаңағы картиналарымыз шығады. Екінші тапсырма, 2, үшінші тапсырма, 4-ші тапсырма, 4-ші тапсырманы мысалы мен аудио жасай салайын. Және 5-ші тапсырма. Енді осы тапсырмалардың барлығын тапсырып дұрыс орындап шыққан оқушыға сіз белгілі бір белгі қоюыңызға болады. Осын мысалы мен жарайсың деген мынандай смайликті пайдаландым. Одан кейін есіктің кодын жазасыз. Бұнда есіктің коды мысалы әрбір дұрыс жауаптар менде код болады. Мысалы бірінші сұрақтың жауабы Г, екіншісінікі О, үшіншісінікі Б, төртіншісінікі Б, бесіншісінікі С болса, сонда опс деген. Сіздің жасаған квестіңіз автоматты түрде сақталады. Оны сақтаудың қажеті жоқ ешқандай. Одан кейін қолжетімділік дегенді басатын болсаңыз, параметрлер шығады квесттің. Міне осы параметрлерді көріп, егерде қатысушының аты жөнін сұрау дегенге белгі қойсаңыз, міндетті түрде жаңағы қатысушыдан аты жөнін сұралатын болады. Егер бұл белгіні қоймасаңыз, қатысушы мына берілген тікелей сілтеме арқылы бірден жаңағы квестті орындап кете алады. Мен белгі қояйын. Міне осындай белгі арқылы енді сіз алдын ала өзіңіз көріп тексеріп алуыңызға болады. Бұнда мысалы әртүрлі белгілерді көріп отырып, басып отырып, міне тапсырма өзіңіздің берген тапсырмаларыңызды тауып ала аласыз. Осы тапсырмаларды міне оқушылар орындау арқылы оның реттік сандары бойынша кіріп, осы тапсырмаларды орындап, одан кейін әбден орындап болғаннан кейін жаңағы парольді енгізеді. Енді бұны тексеріп шығу үшін біз инкогнито режимінде кіреміз. Жаңағы жүктеп алған сілтемені енгіземіз. Міне сілтемені енгізсек, сіздің аты жөніңізді және классыңызды немесе тобыңызды сұрайды. Ол белгіні соқпайынша бізде бұл ашылмайды. Мысалы аты жөнім группан деп мен жазып ашу десем, міне осы кезде барып қана квест ашылады. Егер де мен бұны алып тастайтын болсам, жаңағы белгіні алып тастайтын болсам, инкогнито режимінде кіреміз тағы да. Онда міне квест ешқандай тапсырмаларда жаңағы сыныбыңызда аты жөніңізді сұрамай-ақ бірден квесттің өзі ашылады да, сіздің орындай беру мүмкіндігіңіз пайда болады. Өнімдер бөлігіне өтейік. Тағы да викторина қалған барлығы да дәл осындай түрде жасалынады. Бұнда да атын жазасыз, викторинаның нөмірлерін қоясыз. Мысалы мен жаңағы квестке жасаған тапсырмаларымды қоя салайын болған, сіздерге көрсету үшін. Викторинада өзіңіздер көріп отырғандай тек қана картиналар түрінде ғана болады барлығы да. Бұдан кейін сіз қосымша
жаңа айтуды ұмытып кетіппін, квестте бірнеше варианттарда, бірнеше нұсқаларды қоса бере аласыз. Өйткені әр оқушыңызға әртүрлі нұсқа келетін болады сол кезде. Мысалы, сіздің тобыңызда 16 оқушы болатын болса, сіз 16 нұсқа жасасаңыз бір тақырып бойынша, әрқайсысына жеке-жеке нұсқа баратын болады. Міне, викторинаның айырмашылығы мынандай шығады. Балдар тақырыптан кейін. Осы балдарды ашқан кезде сізге жаңағы тақырыбыңыз шығатын болады. Міне, балды бастым, тақырып шықты, сұрақ. Осы сұраққа жауап бергенде жаңағы балды жинап ала алады. Келесі терминологиялық сөздікте бұнда да атауын жазасыз. Терминнің қандай тақырып бойынша беретін болсаңыз, сол тақырыптың атауын жазасыз. Одан кейін терминнің атын жазасыз өзіңіз, қажет ететін. Одан кейін осы терминнің түсініктемелерін жазасыз, қандай түсініктемелері бар. Одан кейін қолжетімділік дегенге барған кезде сізден осы терминдер шығып тұратын болады. Бейне жазбада сіздің жаңағы веб-ресурстан, ютубтан сілтемені алып, мысалы мен жаңа заман қазақ қоғамының ру-тайпалық құрамы деген өзімнің бейне жазбамды алып қарайтын болсам сабағымда, осы сабақты саламын. Бірден сабақ міне жүктеледі, өздеріңіз көріп отырғандай. Осы сабақты көрсетіп отырып, содан кейін оқушыларға сұрақ беру арқылы осындай интербелсенді бейне жазба жасауға да болады. Міне, Learnis платформасының басты мүмкіншіліктері осындай. Өте қызықты етіп, жаңағы әртүрлі тапсырмалар беруге болады. Мысалы, сіздер басқа да комнаталарды кез келген жасыл бөліктегі комнаталарды таңдап алып, тапсырма бере аласыз. Бұнда атауын жазасыз. Одан кейін міне тапсырмаларды бересіз. Тапсырмаларды бересіздер. Аудио кіреді. Одан кейін тапсырма қосу деген вариант нұсқа қосасыз. Тағы да дәл осылай жаңағы нұсқаға тапсырмаларды бере аласыз. Осындай шексіз нұсқалар жасай беруге болады. Қанша нұсқа жасағыңыз келеді, өзіңізге байланысты. Сіз бұны оқушыларға жіберген кезде, әр оқушыға әртүрлі нұсқа ашылатын болады. Әр оқушының жаңағы бір сұрақты қайталап орындай бермей, әрқайсысының әртүрлі сұрақтарға жауап беру мүмкіндігі пайда болады. Міне осы Learnis сайтының басты негізгі мүмкіншіліктері осындай. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, видеоның астында комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Бүгінгі біздің танысқан осы Learnis платформасы бойынша сұрақтарыңыз болса да, сол комментарийға жазып қалдырып отырсаңыздар, мен түсініктеме беруге, әрқайсыңызға жеке-жеке түсінік беруге тырысамын. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналдан осындай сабақ уақытында пайдаланатын құралдар туралы мәліметтер, түрлі бейне жазбалар шығарылып отыратын болады. Солардан қалып қойғыңыз келмейтін болса, міндетті түрде каналға жазылып, қоңырауды басып, барлығы дегенді таңдаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.